Ауыр салмақтағы үміт күттірер боксшыларымыздың бірі әлі жеңіліс көрмеген Жан Кособуцкий кезекті жекпе-жегін былтыр тамыз айында АқШта өткізген болатын. Бұл Жанның Америка рингіне алғашқы шығуы еді. Және африкалық Эфе Аджагбамен болған жекпе-жекте WBC Silver атты екінші дәрежелі чемпиондық белдік бәске қойылады. Бүкіл қазақ халқы күткен бұл жекпе-жек өкінішке орай біз ойлағандай болмай шықты. Біз бүгін осы кездесуге толығырақ тоқтала кететін боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксының арнасына қош келдіңіздер. Біз айтқалы отырған жекпе-жек 2022 жылдың 26 тамызында АқШтың Оклахома штатында өткен болатын. Отандасымыз 34 жасар Жан Кособуцкий өзінің 5 жылдық кәсіпқой мансабында алғаш рет АқШта жекпе-жек өткізеді. Бұған дейін 19 жекпе-жек өткізген Жан барлығында жеңіске жетіп, оның 18-ін нокаутпен аяқтаған. Бір айта кетерлігі, оның жекпе-жектерінің барлығы дерлік Ресей, Беларусь және Германияда өтіп, негізінен сол елдің ғана боксшыларымен жұдырықтасып келген болатын. Ал оның қарсыласы 29 жасар нигериялық Эфе Аджагбамен болса, алғашқы жекпе-жегінен бастап АқШта жұдырықтасып келе жатыр. Мансабында 18 жекпе-жек өткізген ол бір рет қана кубалық Фрэнк Санчестен жеңілген болатын. Айта кетерлігі, қазіргі таңда өте жоғары қарқын алып келе жатқан бұл кубалықта ешкім жеңе алар емес. Эфе Аджагба дегеніміз жасырақ болғанмен осындай тәжірибелі боксшы. Жекпе-жек бастала сала Жан қарсыласына қысын көрсете бастайды. Kosобуцкий, his style is he's going to make it rough and tough in there. He's going to get you out of your rhythm. Hopefully he's added a little bit more to his arsenal. болса, қарсыласын тоқтату мақсатында Жанды іштен соға бастайды. Kosобуцкий was supposed to fight Jared Anderson. You know, when I add that, I mean, I know the way I think of it. Anderson and his skills, and by giving him tonight he moves on, but if he loses this fight, he might. 85-inch reach. Ooh, there's that southpaw left hand. Topped by Jared Anderson as we come to the end of round one. Раунд соңында көздеп тұрып тізеп қалған сол қолы африкалыққа тура тиеді. Аджагбаның бұл соққының сезінген көзінен байқалады. Екінші раундта африкалық боксшының Тиген тура соққысы Жанның бұлағынан сырғып барып белден төмен тиеді. Жан бірден рефериге белгі береді, бірақ бұған көз жұма қараған рефери ешқандай шара қолданбайды. Осыны арқаланған Аджагба реферидің көзін бақырайып қойып, тағы да 3 ауыр соққыны отандасымыздың төменгі жағына кигізіп жібереді. Бұндай бассыздыққа қаны қайнаған Жан бірден шабуылға шығады. Аджагба белден төмен соққыларды тым жиілетіп жіберген соң, рефери оған жұмсақ ескерту айтқан болады. Жанды осындай әдістермен тепе-теңдікпен шығарған африкалық ары қарай соққыны үдете бастайды. Раунд соңында қарсыласының төмен соққысына төмен соққымен жауап берген отандасымыз бірнеше ауыр соққы өткізіп алады. Off balance was Kosобуцкий here at the end of round number 2. Also Oklahoma. Жанның төменгі жағында қызыл көрген бұқадай шүйліккен африкалық 3-ші раунд бастала сала бұрынғы әдетіне баса бастайды. Бұл жолғы соққы жанына батқан отандасымыз Ашуға бой беріп қояды. Оған қуанып кеткен рефери әрине Жаннан бір ұпай алып тастайды. Рефери белгі бере сала Аджагба бел тұсынан соға бастайды. Бұл жолы да отандасымыз Ашуға бой беріп қояды. Рефери Жаннан тағы бір ұпай алып, енді қайталанса дисквалификациялайтындығын айтады. Бірақ бір дәндігіп алған Аджагбаны тоқтату мүмкін емес.
Ашықтан ашық төмен соға бастаған африкалыққа рефери тағы да жұмсақ ескерту жасап қояды. So now the warning. Ары қарай Жанның бар ойы Аджагбаның осы бір соққылары болып ашылып жұдырыққа салмай қалады. Good feint to the body and throw that uppercut. There's another body shot from Efe Aджагбамен. Kosобуцкий comes sweeping in. He wants to work in close. No. Oh, that was low. That's it. Let's see what the lunges in with the left, back to the jab for Aджагбамен. Able to fire off. Heavyweight main event, as you see Andre Rudenko off in the distance there, and Derry Riley, who's the trainer of Jared. Төртінші раундта өкінішке орай Жан тағы да қарсыласын төменнен соғып, жекпе-жек аяқталады. Осылайша отандасымыз мансабындағы алғашқы жеңілісіне ұшыраған болатын. He checked out. That's it. He checked out. That loss, and Aджагбамен's going to be the winner by disqualification. Жалпы бұл жекпе-жек жайлы өз ойымды айта кетсем, Жан АқШ үшін бөтен боксшы. Ал барлық жекпе-жектерін осында өткізген Аджагбамен болса, жергілікті болып кеткен. Сондықтан отандасымызға тек Аджагбаның ғана емес, реферидің де, қапталдағы төрешілердің де өзіне қарсы екендігін түсіну керек еді. Әрі бұл кәсіпқой бокс. Мұнда кейбір боксшылар жеңіске жету үшін кез келген әдістерге барады. Мысалы, Мигель Котто мен Забджуданың жекпе-жегін алсақ болады. Әдейілеп соққан екі соққыдан соң да Коттоға ешқандай шара қолданылған жоқ. Қалай дегенмен де Жан Кособуцкий бұл жекпе-жектен қорытынды шығарып, жақын арада рингке оралады деп сенеміз. Сіздер қалай ойлайсыздар, достар? Жан әділетсіздік құрбан болды ма, әлде өзі кінәлі ме? Комментарийға жаза отырыңыздар. Сіздермен болған әлем боксының арнасы.